Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ангина, тамақ ауырғанда, қызарғанда ең жақсы көмектесетін эффективті балаларға және үлкендерге тамақты шаюға арналған сұйықтық дайындап көрсетемін. Ол үшін ыдысымызға 1 шай қасық ас содасы, 1 шай қасық тұз салып, үстінен 200 мл қайнаған су құямыз. Араластырамыз. 2 тамшы йод тамызып, араластырып, суығаннан кейін, яғни жылы болу керек. Тамақты 1 күнде 3-4 рет 2-3 күн шаямыз. Ауырсынуды бірден басады. 4 жасқа дейінгі балалардың тамағын саусаққа бинт орап, осы сұйықтықпен 1 күнде 2-3 рет тазалауға болады. Тамақты шайғаннан кейін 15 минутқа дейін тамақ жеуге болмайды және йодқа аллергияңыз болмауы керек. Кейбір қымбат спрейлерден де жақсы көмектеседі. Видео ұнаса лайк басып, дәрігерден пайдалы ақпарат алғыңыз келсе, каналға жазылуды ұмытпаңыз.